пісіру туралы негізгі мәлімет және пісірудің классификациясы. Классификацияны қазақшаға аударғанда жіктелу деп аталады. Сонымен пісіру туралы негізгі мәлімет және пісіру классификациясы сабағын бастамастан біз ең бірінші өткен тақырыпты қайталауымыз керек. Себебі қандай бір сабақ болмаса да бәрі бір-бірімен байланысты. Кешегі сабақтың сабағымыз ол техника қауіпсіздігі, жалпы адамның өмірін қауіптендіру үшін қандай жағдай жасау керек соны. Енді мен 4 балаға тест сұрағым керек. 4 балаға. Қалғандарымыз жалпылама сұрауды жалғастырамыз. Жарай ма? Так, сізге бір-бірімізге қарамаймыз. Сізге Değil mi? Енді ары-қарата біздің сабақ мақсаты жалпы дәнекерлеу жұмыстарындағы дәнекерлеушінің жұмыс орны, құрал саймандары, тура сол сияқты дәнекердің қандай түрлері болады. Енді ойлап тұрсаңыздар, тақырып пісіру, дәнекер. Сварка деген қазақшаға аударғанда екі сөзбен айтуға болады. Пісіру және дәнекерлеу. Тест сұрақтарын таратылды. Енді жалпылама сұрау сіздермен. Мынандай сұрақ. Дәнекер қазіргі заманда мысалға дамып келе жатыр дейміз, дұрыс па? Енді дәнекерлеудің тарихына көшейік. Қай уақыттан бастап дәнекерлеу 1802 жылда оқыдық. 1802 жылы не болды? Сол бір ғалым, сол дәнекерлеу туралы ғалымның аты? 1802 жылы Петров теория жүзінде жалпы дәнекер доғасын пайдалануды ашты дейміз. Ары-қарата екеулеріңіз қандай жылдар? Сосын 1881 жылы қолданысқа түсті. Не қолданысқа түсті? Сол дәнекерлеу. Кім? Жасында дейік, баға сіздердікі бар. Петров. Ал Петров келесі, бинардыңыз ба? Не істейді? Ол дәнекерлеуді іске асырады, іскінің теориясына қарап. Ол кезде бірінші содан кейін ары-қарата 1893 жылы бізде дәнекердің екі түрі бар деді. Біреуі жартылай автомат, біреуі полуавтомат деді. Енді мен сіздерге наводящий сұрақ қойдым, ары-қарата сіздер жауап бересіз. Сол 1893 жылы полуавтоматты 81-де, уже 83-де? Жоқ, 1893. 93-де не? Автоматты, қондырғының іс жүзінде пайдаланбаса да теориясы берілген. Отырыңыздар. Ары-қарата. Қоса қой. 1802 жылы не себептен іске асырылмады десеңіз, өйткені сол уақытта қансам оқшаулайды ма? Дұрыс айтасыз. Терге түйінді оқшаулайды. Ары-қарата, енді дәнекерлеушінің құрал жабдықтары дейміз. Бізде қазіргі уақытта еңбекті қорғау сабағымен байланыстыратын болса, ең бірінші дәнекерлеу жұмыстарында адамның біз айттық өмірі өте қымбат болғандықтан, біз ең бірінші адамның дәнекерлеушінің көзімен терісін қорғаймыз де, қазір кеңінен қолданатын қалқанмен маскалар дейміз. Енді қалқан деген шит деген сөз қазақшаға аударғанда шитті қалқан болып шығады. Жарай ма? Енді қандай материалдан жасалады? Фибра материалдан жасалады. Тоттанбайтын фибра материалдан жасалады. Содан кейін тағы айтып өтетін жағдай, бұған беттің кіргенде тереңдігі болады. 100-120 мм деп атайды. Сонда бетке мына қалқан деп неге айтады? Біз бетті, терді, құлақты не істейміз? Қорғаймыз. Ары-қарата шынысы енді мына жерде жай шынымен қапталды ғой. Мынау светофильтр деген, ол неден қорғайды? Ультракүлгін сәулесін адамның көзін қорғайды. Мысалға,
Егер де көзді қорғамаған жағдайда не болады? Көптеген аурулар мүмкін қояншық емес. жоқ, қазіргі кезде көптеген аурулар бірі. Электротомия деген ауру немесе катаракта деген ауруға іс шалдығу мүмкін. Осы уақытта бір қарап өтсеңіз, және сіз осы щитокпен бетін жапқан кезде сіз айтыңыз қолбақты осы кезде байқауға болады, то что сыртына шығару керек. Менің желімде көрініп тұр, иә? Ішіне кіргізіп қойсаң, сен щитокты ұстап тұрып, дәнекерлеу жұмыстарын жасап жатсаң, ол ішіне кіріп тердің айырады. Содан кейін бұны сол қолмен ұстап дәнекерлеу жұмыстарын жүргізгенде, бұның салмағы да шектеледі. Салмағы. Мысалы, 1 килограмм болса, сіздің қолыңызды ұстап тұрып, жоғары температура дәнекерлеу жұмыстары. Мысалға, салмағы 1 килограмм болса. Адамның жұмыс өнімділігі төмендейді, қолы шаршайды. Сол ішінде бұған да талап қойылады салмағы. Салмағы 0,48 килограмм немесе 480 грамм, 500-ге дейін бар. Тура сол сияқты маска дейміз, бұл енді уже бекітілетін, және шынысы көбінесе әмбебап бөліп келеді, немесе шынысы, және түс алсат дейтін болады. Егер де о жағынан әмбебап болмаса да, бұл шынылары тоққа байланысты өзгеріп напряжение кернеуге байланысты ампер дейміз. 500 болады, 300, 150 деп 3-ге бөлінеді. Сонда шынының тоқтың күшіне байланысты, батылына байланысты, бізде шынында ауысып бөлінеді. Келесі құрал сайманға кететін болса, сіздер қаламайсыз, мұнда не үшін керек? Шлактар болады. Дәнекерлеген кезде шлактар болады. Шлактарыңыз тазалау үшін, дәнекерлеместен бұрын не үшін керек? Сұрақ келмейді, пісірмейді. Мен топ түсіргіңіз бе не? Может екен, массасын тексеруге ме? Жоқ. Металды өз қалпына келтіріп отыр. Түзету үшін. Сонда бұл құрал дайындық жұмыстарында да және дәнекерлеу процесі кезінде де аяқталған кезінде де қажет. Араларда бізде металл шөпкісі бар, темір шөпкісі деп аталады. Мысалға, машинаның қалыпын алайық. Бізде топ басқан жерлері болады. Оны қалай келтіреміз? Мысалы, залазандырмаса бір бөлік. Мына шөпкімен не істейміз? Сол тазы тазалаймыз. Қатты бояуды тазалаймыз. Тазаламаса, дәнекерлеу ұстамайды. Дәнекерлеу ұстайды, бірақ та дәнекерлеу деген жер бізге ұзақ мерзім арқарда қызмет етеді. Сол үшін де металл шөпкісі бізге сол үшін керек екен. Тура сол сияқты мына бөлікте бізде, мына схемаға қарасаңыздар, бізде электрод ұстағыш бар. Мына бөлікте держак дейміз, қазақша айтқанда бұл бізде электрод ұстағыш. Көбінесе кеңінен тарағаны қыспалы дейміз. Дұрыс па? Оған қандай талап қойылады? Ол бізде жеңіл салмағы 480 граммға дейін, тоже 500-ге дейін жеңіл және немене оңай электрод алынып салынатын болады және міндетті түрде тоқтап оқшауланған дейміз. Тура сол сияқты қыспалы. Бұл көбінесе дәнекерлеудің металға, массаға байланысты. Арқалықта қондырғаны қосымша арқалықта жалғастырып кетеді. Міне қарап отырсаңыздар қондырғы. Кетті. Мынау қыспалардың түрлері. Жаңағы мен айтайын, электрод ұстағыштың түрлері. Электрод ұстағыш дейді, бұл нешеге тоқты бұйымға электрод арқылы беру үшін міндетті түрде. Арқалықта қандай кеңінен тараған қандай түрде біз? Қыспалы дедік, Мына бөлікте, міне электрод ұстағыштың не үшін керек? Бекітуге, оған дәнекерлеу тоғын жеткізуге және дәнекерлеу кезінде электродты басқаруға арналған. Арқалықта ол нені қамтамасыз ету керек? Электрод сенімді бекітуге жаңа ғана көрсеттім электрод, мына қыспаға сізде жеңілді. Енді жартылай автоматты дәнекер қондырғысы дейді. Жартылай автоматты дәнекер қондырғысы дәнекерлеу барысы кезінде атайтықты жартылай автоматты дәнекерлеу қондырғысы дейді. Бұл жерде қандай жетістігіміз бар? Бұл жерде ыңғайлы. Мысалға, біз оны компактный дейміз, жинақы дәнекерлеу барысында және екеуінің бір-бірінен айырмашылығы. Мысалға, біз мынаған
жұмыстарын жүргізетін болсақ, иә, мына бөлікте сым бізде немене қосымша дәнекерлеу процесі қиын ба екеуіне салыстырғанда? Екеуінің более дамыған дейміз ғой, дамыған түріне байланысты. Содан кейін заманауи дұрыс айтасыз. Содан кейін ыңғайлы, сапасы жоғары металл киім, сол себепте жүк бізде тегіс болады. Арғонды дәнекерлеу қондырғысы деді. Мен айтамын, арғонды қондырғы деймін, бұл жерде арғонды деп не айтады? Пайдаланатын газдың түріне байланысты. Бұл жерде түсті металдарды, әртүрлі металдарды дәнекерлеуге болады. Қондырғысы жалпы редуктор бар бізде. Редуктор ол бізден шыққан газдың қысымын шектеп тұрады. Арқарата дәнекерлеу доғасы анод және катод. Кеше сіздер сұрақ қойдыңыздар. Электрод плюс па, минус па деп. Қатарсаңыздар бізде электрод минус, массаға кететін плюс болады. Доғаны қоздыру әдісі бізде екі түрлі әдіспен қоздырылады. Доға, дәнекерлеу, электрод дәнекерлеу. Біріншісі түйісті, тез түсіреміз, ақырын түсіреміз, тез көтереміз. Тез көтеріп қалсақ бізде доға пайда болмайды. Егер де тез түсіріп алып көрмесек, электрод металға жабысқан. Оны қалай аламыз? Екі жаққа қозғалтып аламыз. Екінші әдіс сіріңке тәрізді. Мына схемада көрсетілген екі электрод пен металдың ортасында не бар? Доға бар. Дәнекер доғасы аз болса, үлкен болса, біз металл дәнекерлемей қалады. Жақын болса, күйіп кетуі мүмкін. Сол үшін де бүгінгі күннің тақырыбы сіздерге жалпы дәнекерлеу туралы жеткізу. Енді қысқаша шолып өтейік. Дәнекерлеу дегеніміз не? Айтады. Берілген бұйымды өңдеу және өзара қосу. Жоғары температура бір-бірін балықты қосып отырады. Пісірушінің жұмыс орны. Пісірушінің жұмыс орны міндетті түрде жарық болу керек. Сосын күндізгі жарықтандыру. Содан кейін сосын қорғаныш. Желдеткіш көзі. Қондырғы столымыз қандай материалдан болады? Ағаштан? Шойыннан? Қайсы балқайды шойын ба, болат па? Болат, сол үшін столымыз? Шойыннан болады. Шойыннан болады. Ағатта. Дәнекерлеу үшін құрал жабдықтар. Тез. Майы. Құрал жабдықтары олар щетка және де аппарат. Балға не үшін керек? Бала Шеге қағу үшін? металды түзету үшін және де сақтан түсіру үшін. Қатты емес, шлак, қол дейміз. Жарайды, жақсы. Келесі сұрақ. Дәнекер түрлері. Мына үшеуін айтып берсеңіз қандай? Айтыңыздар, сіз. Дәнекердің қандай түрлері? Бұл автомат. Ағысы аргон, аргонның қоздырғысы белгісі. Бұл автомат. Ой, автомат. Доғалы дәнекер. Доғасы баштан кейін. Доғаның қоздыру әдісі қалай? Үш әдісі бар. Екі немесе. Екі әдісі бар. Біреу қатты тез түсіріп, баяу көтеру, баяу түсіріп, қатты көтеру. Рахмет балалар, сіздерге енді бағаларыңызды қойып шығайын. Тест шығарған балалар енді біледі, 74 ол бізден үрін. Айсұлтан бізде 74 тест, Мағжан 89 ол Б плюс, және үшінші бала Ислам, сізге тоже 74 деген балды қойып тұр. Қалғандарыңыз қатысқан Асқар, сізге 90. Содан кейін сізге 89 және
Дамир. Ол. Сіздер 90% қойылады. Енді сіздерге көп рахмет. Сабағыма белсенді қатысқандар үшін үйге жұмыс, андағы парақтың артында үйге жұмыс тапсырма берілді. Қараңыздар, сұрақта сол сұрақтарға жауап беріп, келесі сабаққа ашып жазып алып келеді. Маған деген сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Надеюсь, ұнады деп ойлаймын сіздерге. Рахмет. Демала беріңіздер. Өте қуаныштымын сіздермен сөйлегеннен. Рахмет. Сау болыңыздар.